Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен молочная девочка тортын кукла тематикасында жасаудың рецептімен бөлісемін. Жасалуы өте оңай. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Молочная девочка тортын жасау үшін бізге қойылтылған сүт, ұн, 4 дана жұмыртқа және қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен қойылтылған сүтке 4 дана жұмыртқаны салып, бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Қойылтылған сүттің сапасы жақсы болса, торттарыңызда өте дәмді шығатын болады. ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізіп, 2 бөлікке бөліп, сұйық массаға қосамыз. Және де оның түйіршігі қалмайтындай етіп, жақсылап бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Кукла тортын дайындау үшін ең алдымен юбкасын дайындап аламыз. Юбкасы әртүрлі диаметрдегі корждардан тұрады. Ең астыңғы 4 коржы 21 диаметрден тұрады. Шамамен 3 қасықтан салдым. Одан кейінгі 3 коржды 18 диаметрден жасадым. Оған шамамен 2 қасық салдым. Одан кейінгі 1 коржды 16 диаметрден және қалған 2 коржды 14 диаметрден жасадым. Дәл осылай жылжымалы формамен жағып шығатын болсаңыздар, корждарыңыз дөп-дөңгелек әдемі болып шығатын болады. 180 градуста 7-8 минутта пісіріп аламыз, бірақ әркімнің пеші әрқалай, сондықтан қадағалап отыру керек, қатты күйіп кетпеу керек. Бұл екінші көлемдегі корж, 2 ас қасықтан салып шықтым. Егер де осылай шпажкамен жайып шығатын болсаңыздар, корждарыңыз теп-тегіс біркелкі болып пісетін болады. Және ең үстіңгі 16-14 диаметрдегі корждарды жасап шықтым. Және де бұл коржға да 2 ас қасықтан салып шықтым, себебі юбка әдемі көріну үшін ең жоғарғы бөлігі көлемді болу керек. Корждар осылай дайын болды, бірақ бірінің үстіне бірін қоюға болмайды, себебі жабысып қалуы мүмкін. Мен сіздерге көрсету үшін уақытша дәл осылай қойып қойдым. Крем дайындау үшін бізге сливки және қант керек болады. Сливки мен қантты қосып, миксердің көмегімен қоюланғанша араластырамыз. Кремге творожный сыр қоссаңыздар да болады. Егер творожный сыр қосатын болсаңыздар, корждарға міндетті түрде пропитка жасау керек. Енді корждарды рет-ретімен жинақтай бастаймыз. Ең алдымен астыңғы үлкен диаметрлі корждарды қойып шығамыз. Менде бұл корждардан 4-еу болғандықтан 4-еуін ретімен қойып шықтым. Кремді үлкен диаметрлі корждар үшін 2 ас қасықтан толтырып жағып шықтым. Ендігі кезекте одан кіші диаметрлі корждарды қойып шығамыз. Ендігі кезекте одан кішірек корждарды қойып шығамыз. Ең үстіңгі коржды юбка әдемі көріну үшін осындай бокалдың көмегімен кесіп алдым. Дәл осындай әртүрлі диаметрдегі корждардан юбка жасау өте ыңғайлы. Еш жерін кесудің қажеті жоқ. Әдемі юбканың формасына өзі келіп қалады. Кремді жағып болғаннан кейін дәл осындай қалған кремді алып қоямыз. Себебі кремді жағып болғаннан кейін тортты тоңазытқышқа 5-6 сағатқа салып қоятын боламыз. Бетін міндетті түрде пищевой пленкамен жабу керек. Егер 1 түнге тұратын болса, одан да жақсы болып шығады торт. 5-6 сағаттан кейін торттың бетіне қалған кремді жағып шығамыз. Кремді жағып болғаннан кейін юбканы әртүрлі оформлениеде жасасаңыздар да болады, мастикамен де қаптасаңыздар да болады, бірақ ең ыңғайлысы вафельный крошкамен қаптаған. Вафельный крошканың жасалу рецепті каналымда бар. Жасалу өте оңай, қолжетімді заттардан жасалынады. Егер рецепт керек болатын болса, описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Дәл осындай юбка болып шығады. Енді кукла тортына осындай кукла қажет болады. Кондитерлік дүкендерде сатады, арнайы кукла тортына арналған. Егер де осындай кукла болмайтын болса, кәдімгі үйіңізде кукланы алып, пищевой пленкамен орап, торттың ортасын пышақпен кесіп, сол жерге бекітіп қоямыз.
Ал осындай кукла болатын болса өте ыңғайлы, және үстіндегі киімін мастикадан жасадым. Бірақ ең алдымен шашын жинап тастау керек. Дәл осылай тортқа бекітіп қоямыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.